Махинур төменгі қабатқа түскенде, Ханчжоулу әулетінің кешкі ас ішіп отырғанын көреді. Сол сәтте ол дастарханды төңкеріп, айқайлап жібереді. Артынша ұстамасы ұстап, есінен танып жерге құлайды. Доған дереу Махинурға дәрісін беріп, Шағланы сабырға шақырады. Алтын күйеуінен күдіктеніп, Махинурмен бір байланысы бар деп ойлайды. Бірақ Синан Махинурды танымайтынын айтып ақталады. Махинурдың жағдайына алаңдаған Синан Доғанмен оңаша сөйлесіп, Ләмия әпкесі Махинурдың есімін біліп қоймасын деп уайымдайды. Олардың әңгімесін естіп қалған Чағла бірден Ханчжоулулардың үйінен кетуге асығады. Алайда Доған оны тоқтатып, шемшектің адамдары оларды аңдып жүргенін айтып, бірігуді ұсынады. Сондай-ақ ол Чағла мен Махинурдың шын мәнінде Юсуфтың қыздары екенін ашық айтады. Чағла Доғанға әкесін өлтірген адам осы үйде жүргенін айтып, алаңдайды. Доған оны сабырға шақырып, қауіп төндіретіндей оның шамасы жоқ деп айтқанда, Чағла бірден түсініп, менің әкемді Тахир мырза өлтірді ме деп сұрайды. Доған өкінішпен сол түні Тахир осы аулада Юсуфты менің көз алдымда атып өлтірді деп айтады. Ащы шындықты естіген Чағла көз жасына ерік беріп, Тахирдің қылмысын прокурорға жеткізетінін мәлімдейді. Алайда Доған Махинурдың той болатын күні Тахирге шабуыл жасаған деп күдіктенеді. Ал осы уақытта Бихрам ашуланып, Махинурды алып кету үшін Ханчжоулулардың үйінің сыртында адамдармен келеді. Бірақ Генджо оны райынан қайтарады. Гүлсан күйеуімен бірге айтылған мекен жайға келгенде, айналаның гүлдерге толы екенін көреді. Мұны көрген Сифа әйелінің көңілдесі бар деп күдіктенеді. Алайда Гүлсан әлгі адамды өмірінде көрмегенін айтады. Сол сәтте Гүлсанның телефонына неге жалғыз келмедің деген хабарлама келеді. Бұған ашуланған Сифа опасыздық жасадың деп Гүлсанды айыптайды. Сонда Гүлсан оны шапалақпен тартып жіберіп, Нұргүлмен сүйіскенін бетіне басады. Үйіне қайтар жолда Сифа мен Гүлсан өткенді ұмытып, ара қатынастарын жақсартуға келіседі. Чағла Дидемнен Махинурдың той болған түні қайда болғанын сұрайды. Сонда Дидем Махинурдың үйде жоқ болғанын, біраз уақыттан кейін оның қолы қан болып үйге оралғанын айтады. Доған ойланып такси жүргізушінің айтқанымен сәйкес келеді деп Тахирге шабуыл жасап, кінәлі мелік болғанын түсінеді. Алайда Чағла әпкесінің қылмыс жасағанына сене алмайды. Доған болса Махинурды қорғауға уәде беріп, Чағланы сабырға шақырады. Сол кезде Суна келіп Доған оны Чағламен таныстырып, Махинурға терапия жүргізетінін білдіреді. Доған Чағламен оның үйіне келеді. Үйден олар Махинурдың қан болған сырт киімін тауып, меліктің кінәсіз екенін, ал Махинурдың жылдар бойы әділетсіздіктің құрбаны болғанын айтады. Ол Тахирдің қылмысын дәлелдеп, істі қайта ашуға және Махинурды жазадан құтқаруға уәде береді. Чағла Доғаннан ештеңе жасырғысы келмейтінін білдіріп, Бихрамды ағасы ретінде танитынын және қиналған сәтте оның көмегімен заңгер болғанын айтады. Ал Доған бәрін білетінін және Чағланың жағдайын түсінетінін айтады. Ол Махинурдың қан болған сырт киімін сараптамаға жібереді. Суна Махинурдың терапия кезінде салған суретін Доған мен Чағлаға көрсетеді. Суретке мұқият қараған Доған Махинурдың шынымен де той өткен түні сол жерде болғанын растайды. Ал Чағла әпкесінің қылмыс жасағанын уайымдайды. Мелек әпкесіне күнделігі шемшектің қолына түскенін айтып, қатты уайымдайды. Ол күнделікке әкесін жек көретінін жазған еді. Алайда бәрі әшкереленсе, өзіне қол салатынын айтып қорқады. Гүлсан оған үмітін үзбеуін өтінеді. Синан Махинурдың бөлмесіне келіп, екеуі бірге түскен суретті көрсетеді. Ол Махинурды жылдар бойы іздегенін айтып, неге мені іздемедің деп сұрайды. Сол сәтте Махинур үшін ұстап көзіне жасалады. Бірақ Синан оның жүкті болғанын білмейтін еді. Алтын Дидемге хабарласқанымен ол жауап бермейді. Дидемнің орнына Бихрам келіп, Синанның шын сүйгені Махинур екенін айтып арандатады. Ол Алтынмен келісіп, Махинурды үйден алып шығуын сұрайды. Алтын келісіп, Махинурды алдап Синанға алып келеді. Махинур Тахирдің көлігін көріп қорқады. Алтын оның аузын жауып есінен тандырады. Осылайша Бихрам Махинурды ұрлап кетеді. Нұргүл Сифаға әйелінің басқа ер адамға көңілі барын айтып, ажырасуды айтады. Сифа әйелін ешкімге бермейтінін, әлгі адаммен есептесетінін меңзейді. Нұргүл болса Сифаға әйелің бола тұра мені сүйдің деп қызғанышын білдіреді. Ауруханадан жазылып шыққан мелекті қайтадан түрмеге алып кетеді. Сол кезде Доғанға Махинур үйде жоқ деген хабар келеді.
Бихрам өзін Махинурға бұрынғы Бердамын деп таныстырып, әкесінің өліміне кінәлі өзі емес, хан Жоғул әулет екенін айтып ақталады. Ол Махинурды қорғаймын деп, оған үйдің, көліктің, сейфтің кілттерін көрсетіп, бәрін сен үшін жинадым деп айтады. Махинурдың жағдайы одан әрі нашарлайды. Махинурдың жоғалып кеткенін білген Чағла уайымдай бастайды. Ал Доған күзетшілерден жауап талап етеді. Ол Махинурды шемшектің адамдары ұрлап кетті деп күдіктенеді. Ал Синан ашуға мініп, бұған Ләмияның қатысы бар деп ойлайды. Ол әйелінің көзінше Махинур менің алғашқы махаббатым деп айтып қояды. Осы сәтте Ләмия Юсуфтың қыздары екенін біледі. Осы уақытта Бихрам Генджоға хабарласып, Махинурмен бал айымыз болады деп қуанады. Генджо Махинурды ұрлап кеткенін түсініп Дидемге айтады. Екеуі болған жайтты Чағлаға жеткізуді жөн көреді. Ләмия Чағланы жақтырмай, олардың отбасына алдап кіргенін айтып айыптайды. Ал Чағла бұл үйге өз еркімен емес, Доғанның алып келгенін айтады. Сонымен қатар әкесінің өліміне себеп болған адамдармен бір шаңырақтың астында тұрғысы келмейтінін жеткізеді. Ләмия кімді меңзеп тұрғанын сұрағанда Дидем мен Генджо келіп, Махинурды Бихрам ұрлап кетті деп айтады. Генджо оларға Бихрам Махинурға жастайынан ғашық болғанын айтса, Дидем бұл іске алтынның да қатысы бар екенін түсіндіреді. Мұны естіген Чағла ашуға булығып, алтыннан жауап талап етеді. Әуелде алтын бәрін жоққа шығарғанымен, кейін Махинурды Бихрамға өзі тапсырғанын мойындайды. Бұл шындық Синанның ашуын туғызады. Кезінде Бихрам Махинурға жала жауып, соның салдарынан Юсуфтың қаза болғанын Чағлаға айтып береді. Алайда Чағла олардың ешқайсының әрекетін ақтауға болмайтынын айтып, үйден шығып кетеді. Қайғыдан көз жасына ерік берген ол Бихрамды туған ағасындай көргеніне өкініп, Махинурдың тағдыры үшін қатты алаңдайды. Доған Чағланы жұбатып, сабырға шақырады.